Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай қуырылған тұшпара дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қарап, ұнап жатса өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен қажетті заттарды көрсетіп кетейін. Ол үшін бізге ұн, жылы су, тұз, қопсытқыш, бір жұмыртқа және сары май. Бір жұмыртқамызды алып, үстіне жылы суымызды құйып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды салып. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын, және YouTube каналымда көптеген қолжетімді рецептер бар. Сары майымызды құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырып, үстінен ұнымызбен қопсытқышымызды араластырып, аз-аздан сала отырып, қолымыздың көмегіменен қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз қаттылау болуы тиіс. Міне, қамырларымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа қалдырып қоясыздар. Осы аралықта пиязымызды қуырып алатын боламыз. Мен алдын ала турап дайындап қойдым. Табамызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, қызған уақытта пияздарыңызды салып, жақсылап қуырып алыңыздар. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Және картоптарды алдын ала қайнатып, езіп дайындап қойдым. Осының үстіне қуырылған пияздарымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Өте керемет болып шықты. Ең сәтті шыққан рецептердің бірі. Міне, енді қамырымызды алып, онда себе отырып, оқтаудың көмегіменен қамыр жайып аламыз. Қамыр жайған уақытта әдеттегідей қамырдың үстін қатты баспай, оқтаудың екі шетіне қолдарыңызды қоя отырып, біркелкі етіп жайып аласыздар. Қамырларымыз жайып болды. Дәл осылай болып шығады. Қатты жұқа қылмаңыздар. Еттің қамырындай болса жарай береді. Дайын болған қамырларымызды осылай пельменнің формасында тік төртбұрыш етіп барлығын кесіп алатын боламыз. Ұзынша лента етіп кесіп аламыз бірінші, сосын тік төртбұрыш етіп барлығын кесіп аламыз. Осындай болады. Енді начинкасын салып түйетін боламыз. Барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Сонда да бір-екі рет көрсетіп жіберейін. Арасына салмасын салып, қаттырақ қысамыз. Майға салғанда ашылып кетпеу керек. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Қаттырақ қысып, екі шетін қайырып, осылай бүге бересіздер. Барлығын осылай түйіп алдық. Енді қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, орташа қылып қойыңыздар оттарыңызды. Қатты қыздырып жіберсеңіздер, күйіп кетуі мүмкін. Осылай аз-аздан салып, бауырсақ пісіргендей екі бетін аудара отырып, пісіріп аламыз. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай қызарып жатыр. Әп-әдемі болып қызарған уақытта дайын болады бауырсақтарымыз. Тұшпараларымыз міне пісіп шықты, әп-әдемі болып шықты. Өте қатырлақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып шықты. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.